Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жүктілік мерзімін анықтау, яғни болжамды босану күнін қалай анықтаймыз. Көптеген қыз-келіншектер поликлиникаға, яғни әйелдер кеңесіне барған кезде дәрігер бірден сіздің соңғы етеккір күнін сұрап алып, дереу 1-2 минуттың ішінде сізге босанатын күніңізді анықтап береді. Сіз бірден дәрігер сиқыршы ма немесе балгер ма, көріпкел ме деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Жоқ, олай емес. Арнайы формулалар бар. Сол формулалар арқылы күнді бірнеше минутта сіз қалаған, яғни сәбиіңіздің неге келетін күнін анықтауға болады. Сол әдісті сіздерге ұсынамын. Сол әдіс арқылы өздеріңіз болашақ сәбиіңіздің дүниеге келу мерзімін анықтай аласыздар. Бірақ ескерте кететін жағдай, болжамды, яғни дәл сол күні сіз босанасыз деген сөзді білдірмейді. Яғни 37 аптадан 41 апта 4 күнге дейін сіз кез келген аптасында, кез келген күні дүниеге балаңызды алып келуіңіз мүмкін. Сондықтан көп қыз-келіншектер 37 аптасында босану мүмкін, 39, 40, 41 аптасында. Яғни болашақ сәбиіңіз ол қай күні пайда болғанын білмегенде босану күнін де ол нақты болжап айту қиын. Бірақ ықтималдылықпен есептеуге болады. Ең бірінші ол Негель формуласы арқылы, яғни ол үшін сіз өзіңіздің соңғы етеккіріңіздің алғашқы күнін білуіңіз қажет. Мысалға, егер сіздің етеккіріңіз қазан айының 1 күні келетін болса, ол сіздің жүкті болғанға дейінгі соңғы етеккіріңіздің 1-ші күні болып есептеледі. Сол қазан айынан 3 айды алып тастайсыз, яғни қазан айы ол 10-шы ай болатын болса, 3 айды кері шегінсеңіз, ол 7-ші айға келеді. Яғни сіз шілде айында Аллах қаласа дүниеге сәбиіңізді алып келесіз деген сөз. Ал нақты күнін есептеу үшін оған сол 1-ші қазанға 7 күнді қосамыз. Яғни сіздің соңғы етеккіріңізге 7 деген санды қоссаңыз, сіздің болжамды мерзіміңіз шығады. Яғни 8-ші шілде күні сізге 40 апта, яғни орташа есеппен есептегенде 280 күн болуы мүмкін. Сол кезде сіздің балаңыз толық жетілген, дамып, дүниеге келуге дайын деген сөз. Бірақ 37, 38, 39 апталарда дүниеге келсе, ол дамымай қалған дегенді білдірмейді. 37 аптадан бастап ол мерзімі жеткен жүктілік болып табылады. Сондықтан қорықпай 37 аптадан бастап босана берсеңіздер болады. Толғақ келетін болса, су кетіп қалатын болса, ал 37 аптаға дейін ол мерзімі жетпеген жүктілік, яғни шала туылған балалар болып есептеледі. Бірақ бұл үшін міндетті түрде өздеріңіз байқағандай етеккірдің соңғы күнін міндетті түрде білулеріңіз қажет. Ал көп қыз-келіншектер мысалға емізіп жүріп, немесе ретсіз етеккір үстінде көтеріп қалуы мүмкін. Сол кезде өзінің етеккірінің нақты датасын білмейді. А бұл кезде қалай есептеуге болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл кезде біз ең алғашқы жүктілік кезіндегі бірінші скринингтік, яғни 12 аптада жасалатын ультрадыбыстық зерттеу УЗИ-дің көмегімен анықтауға болады. Сол УЗИ көмегі арқылы сіз сол 12 аптада түсетін кезде УЗИ маман сізге нақты қай күн болғанын есептеп береді балаңыздың. 12 апта 1 күн деген сияқты сол мерзімнен бастап сіз 40 аптаға дейін күнтізбені, яғни календарды алып есептейсіз. 40 аптаға келгенде болжамды мерзіміңіз болады. Бірақ қатып қалған сол аптада балаңыз дүниеге келеді деген сөз емес. Ол тек қана ықтималдылықпен болжау ретінде ұсынылған сан, барлығы дәрігерлерге де сізге де түсінікті болуы үшін. Егер ақпарат құнды болса, каналға жазылып, лайк қойып, пікір білдіріп, міндетті түрде өз ойларыңызды айта кетсеңіздер. Және де құрметті менің көрермендерім, менің Инстаграм желісінде және Телеграмда арнайы каналдарым, парақшам бар. Міндетті түрде тіркеліп алсаңыздар болады. Сау болыңыздар.